Assalamu alaikum құрметті достар. Біз бүгін SolidWorks программасында тура осындай анимацияны қалай жасауға болады және сборка бөлімінде осындай жекелеген детальдарды қалай құрастырып жұмыс жасай аламыз және 2D форматында тура осының инструкциясын біз қалай жұмыс жасатуға болады, соны сіздерге көрсететін боламын. Бұл жекелеген детальдардың сызбасы төмендегі сілтемеде қойылады, сол жерден жүктеп алсаңыздар болады. Ең әуелі бізде жұмыс жасау үшін жаңадан файл ашамыз. Бұның ішінде бізде сборка бөліміне, яғни жекелеген детальдар сызылады, мына жерден құрастырылады деп өткен сабақта айтқан едік. Яғни осы жерден біз құрастырып көрсететін боламыз. Окей деп басамыз. Яғни мына жерден ашылған терезе бөлімі, бұл сізде соңғы рет ашылған файлдар көрсетеді. Мүмкін сізде бұл жер көрсетілмей тұратын болса, сіз қай жерден сызбаны алып келесіз. Яғни осы жерде Insert Components деген бөлім тұр. Осыны басасыздар. Мышканың сол жағын басасыз. Басқаннан кейін бағанағы жүктеген файлыңызды, яғни соның ішіндегі сағат сырты деген бөлімді алып келесіз. Өзіңіз файлыңыз мүмкін мұнда жерде сақталған, басқа жерде сақталған деген сияқты. Яғни сағатыңызды таңдайсыз, сырты дегенді. Мына жерден Open деп басамыз. Сағатымыз мына жерде пайда болды. Біз еш нәрсе баспай тұрып, мына жерден X, Y, Z бағыты бойынша айландырып аламыз. Бізде сызбаның детальдың екінші беті қызыл түсті свет Z бағыты бойынша қарау керек. Яғни мына жерде тұр X, Y, Z. Y-іміз жасыл түсті, X-іміз қызыл түсті, Z-іміз көк түсті болып тұр. Яғни Z бағытына бізде қызыл түсі қарау керек. Қараңыздар, міне Z бағыты бойынша қарады. Енді өзіміз қалаған кез келген жерге әкеліп сызбаны мышканың сол жағын басамыз. Бізде деталь алып келдік. Ендігі кезекте біз сызбаның екінші бөлімін алып келеміз. Insert Components өттік. Басамыз. Басқаннан кейін бізге қозғалтқыш бөлімін алып барайық, сағаттың артқы бөлімі. Бұл бізде тура осында кез келген жерге қойайық. Мышканың сол жағын басамыз ол үшін. Бастап. Басқаннан кейін енді біз бұны айландырып аламыз. Мәлім мөлшерде өзіміз туралап алайық. Ол үшін мынау Move Component, яғни жылжыту. Компонентті жылжыту бөліміне өтеміз. Өткеннен кейін қайсыны айландырамыз, соны таңдаймыз. Мышканың сол жағын басамыз. Ақырын жылжытсаңыздар, айланып шыға келеді. Қараңыздар, біз мөлшері осылай тураладық. Окей деп бастық. Ендігі кезекте біз Made бөлімін істейміз. Мынаны басамыз. Басқаннан кейін бізде мынау түпкі, яғни мынаны таңдасақ та болады. Мынау бөлімді таңдадық. Мышканың сол жағын басасыз. Енді қай жерге бару керек? Яғни мына жерге бару керек. Окей деп бастым. Біткеннен кейін мышканың сол жағын бассақ болады. Ал оң жақ. Я болмаса мына жер дұрыс белгісін белгілесеңіз болады. Окей деп бастым. Ендігі кезекте біз мынау 4 шығып тұрған бөлімі, мынау 4 кіретін бөлімге тура болу керек. Яғни біз қайсысы бірінші бару керек, соны белгілейміз. Мышканың сол жағын басамыз. Белгіледік. Бұлай белгіледік. Қараңыздар, бұл қазір тураланды. Бірақ мына жерге бірден орналасқан жоқ. Ол үшін біз не істейміз? Ctrl-Z басып артқа қайтайық. Екеуін қатар басамыз. Ctrl-Z. Екеуін қатар бастық, артқа қайтты. Енді назад мынадан істесек те болар еді.
Міне Ctrl Z деп тұр. Қазір қараңыздар міне. Енді қайтадан мейт бөліміне өттім. Міне, ол үшін мынаны басамыз. Көрдіңіз бе? Ең басында шеңберді белгілейміз. Және мынаның ең түбін белгілейміз. Окей деп бастық, міне. Мышканың оң жақ. Я болмаса, дұрыс белгісін белгілесеңіз болады. Мына бізде тура келмей қалды, көрдіңіздер міне. Енді не істейміз? Ол үшін мына бөлімді белгілеңіздер, түбін, және мына бөлімді белгілесеңіздер, тура ортасына орналастырып береді. Енді бізде сызбамыз тура болды ма, болған жоқ па? Соны көрелік. Ол үшін бізде display style дейді. Осы жерін басамыз. Осы жерден міне қараңыздар. Сызбамыздың жалпы негізгі бөлімі тура келген. Төртеуі төрт тесікке барған, яғни тура орналасқан. Енді қайттық міне. Енді сағаттың тілін, сағат бөлімдерін алып келейік. Ол үшін мынаны қайтадан бастық мына жерде. Біраз басамыз. Енді біз сағат тілін алып тұрамыз. Бұны да солай кез келген жерге мышканың сол жағын басып қоямыз. Енді мынаны бірден айландырсақ болады, я болмаса мөлшерін туралап алайық. Яғни мына жерде 90 градус. Кейбір деталдар мынаны бірден басқан кезде бізде орналаспай қоятын жағдай болады. Сондықтан біз қараңыздар, мына жермен таңдайын. Міне. Бізде деталымыз келді. Окей деп бастық. Міне сағат тілі ар жағына қарады. Сағат жазуы арт жағына қарап қалды. Енді біз сағатты оң жағына қарату үшін Ctrl Z-ді басып артқа қайтайық. Мынаны бассаңыздар болады. Я болмаса Ctrl Z-ді екеуін қатар бассаңыздар. Міне. Енді қайтадан таңдадым. Шеңберді бастым. Мына жерді белгіледім. Я түбін белгілеймін мысалы. Міне. Жазу астында тұр, және деталым, астыңға мынаның келесі бөліміне өтіп тұр, яғни тура орналасып, дұрыс орналасып тұрған жоқ, сондықтан мынаны басамыз. Қараңыздар, айланып түсті, детал үстіне шықты, яғни тура орналасты деген сөз. Біткеннен кейін окей деп басамыз. Сағат тіл деген жазу үстіне қарады. Ендігі кезекте минут тілшесін алып келеміз. Минут тілшесін алып келеміз. Окей деп бастап open. Бұлай белгіледік. Енді минут тілшесін алып келеміз. Шеңбер белгіледік. Және бұны басамыз. Қайда бару керек? Мына жерде тағы да бұл төмен түсіп кетті. Сондықтан біз осылай жоғары қаратып істесек болады. Міне жоғары қарай көтерілді. Окей деп басамыз. Міне. Сағаттың тілі екеуі орналасты. Енді қараңыздар, міне сағат және минут екеуі дұрыс жұмыс жасапты. Бұлай айландыру үшін мышканың сол жағын деталдың үстіне әкеліп басамыз. Басып тұрып айландырамыз. Енді үстінде тұратын линза бөлімін алып келеміз. Жабынды үстінде тұратын Insert Components, Browse, ішіне кіреміз. Линза деген бөлім бар. Окей деп басамыз мына жерде. Қараңыздар. Қалаған жерімізге орналастырамыз. Мышканы сол жағын бастық. Енді мынаның мейт бөлімді бастық. Шеңберді белгіледік. Қазір бұл көріңіздер кері бағытта орналасып қалды. Сондықтан мынаны басып айландырсақ болады. Міне. Окей деп белгілейміз. Сағатымыз дай.
Енді не істейміз? Енді бекіткіш бөлімдер бар. Болт пен бекіткіш темір қалды. Басамыз Insert Components, аны басамыз. Мына жерде міне бекітпе темір. Бекітпемізді кез келген қалаған жерімізге орналастырдық міне. Енді осыны айландырып алсақ болады. Я болмаса бірден орналастырсақ болады. Қазір мен айландырып алайын. Міне мышканың сол жағын басып айландырамыз. Окей деп бастым. Енді бірінші тесігін туралайық. Туралаудың екі әдісі бар. Біз сізге біреуін ғана көрсетейін қазір. Мынаның тесігін белгіледім. Үстіңгі жағын белгіледім қазір. Мүмкіндігінше астыңғы бөлімін белгілегеніміз жақсырақ болады өзімізге. Әдетке айланса. Бөлім. Шеңберді бастық міне. Окей деп белгілесек болады. Мышканың оң жағын басып. Окей деп бастым. Және мына бетпен мына жердегі сызықты бассақ, екеуі тураланды. Параллель болды. Окей деп бастық. Міне бізде сағат құрылымы негізі болып қалды. Енді болтты алып келеміз. Insert Components. Өтеміз былай қарай. Болтты алып келеміз. Окей. Болтты тура осылай қойайық. Екі болтты бірден қойайық мына жерде. Екеуін көшіру үшін біз не істейміз? Контролды басамыз. Мышканың сол жағын басып тұрып тартсақ болды. Көшірме нұсқасы басқа программадағылар сияқты бұлда да пайда болды. Мынау бізге артық бір данасы керек емес. Мына жерде мойнында ең түбіндегі шеңберді белгілейміз, бұл емес. Қараңыздар, не үшін біз түбін белгілейміз? Мен сіздерге көрсетейін қазір. Түбін белгіледім, бөлім бастым, және бұны бастым. Міне, айландырдым, тура келді. Көрдіңіздер? Егер де мынаны белгілесек те болады, міне түбін, мынау негізгі шеңбер бойын, бетін, мынаны белгілесем болады. Окей дедім. Мына жерге келді, бірақ бұл ішіне кіріп кетті. Көрдіңіздер? Ішіне кіріп кетті. Сондықтан сіз мына түбін белгілесеңіз, мына жерде белгіледіңіз, мынаны бастыңыз. Міне деталымыз ішіне кіріп кетті қазір. Ішінде тұр. Бұлай алып сұрайық. Міне, көрдіңіздер? Осылай орналасты. Яғни бізге артығынан жұмыс жасауға тура келді. Бұл бітті. Жарамайды бізге. Дұрыс орналасқан жоқ. Ctrl Z-ті басып артқа қайтамыз. Ctrl Z. Көрдіңіздер? Сондықтан біз түбін белгілейміз. Бастық міне. Мына жердегі тура орнын көрсетесіз ғой сіз. Мына кері бағытқа жылжытайық. Айланды, окей деп бастық. Мынаны да тура солай белгілейміз. Түпкі жағын белгілейміз. Мына жерді міне мейт бөлімі бастық. Басқаннан кейін бізде мына жерді белгілейміз. Бұл қазір қарама қарсы бағытта тұр. Сондықтан мынаны бассақ болады. Окей деп басамыз. Жұмысымыз аяқталды. Мына жерде сызба қазір дұрыс көрсетіп тұрған жоқ, яғни тұнықтық дәрежесі төмен. Енді біз не істейміз? Мына жерде option бөліміне өтеміз. Яғни осы жерден біз сызбаның сапасын жақсарта аламыз. Мына қараңыздар. Яғни мына жерде айтып тұр, мынау жоғарылаған сайын жұмыс, яғни программаның жұмыс жасауы ақырындайды дейді. Мына жерде қаншалықты бұлай түскен сайын программа жылдам жұмыс жасайды. Бізге мына максималды қоя салайық. Окей дедік. Қазір қараңыздар, міне 4 бұрыштар жоғалып кетті. Енді бұған анимация жасаймыз. Ол үшін не істейміз? Мына жерде assembly'ға қойдық.
мына жерден басамыз. Осылай жеке-жеке біз ашамыз аралысын. Сәл алыс қойсақ болады. Болғаннан кейін басынан көрсетейін сіздерге. Жылжытып алып келдіңіз. Мышканың сол жағын басып жылжыттыңыз. Жеткеннен кейін мышканың оң жағын басасыз. Келесі де солай. Минус клешесін жылжытайын. Осылай жылжыттым. Және мышканың оң жағын басам. Мынаны да солай белгіледім. Жылжыттым. Жібердім және мышканың оң жағын басам. Тура солай мынаны да барлығын қалай белгілейміз. Мынаны белгіледім. Мынады артта қосып белгілеу керек болса, еш нәрсе баспайсыз. Контролды да shift'ті да баспайсыз. Барлығын жайға белгілеп шығасыз. Мышканың сол жағын басып. Енді барлығын былай жылжытамыз. Енді болғаннан кейін мышканың оң жағын бастыңыз. Енді жеке-жеке болттарды жылжытайық. Рет тәртібі бойынша. Мышканың оң жағын басасыз. Осылай мынаны да жылжытып шығасыз. Бітті. Сызбаның негізгі дайындығы аяқталды. Окей деп бітірдік. Енді мышканың оң жағын басаңыз. Мына үстін бір басыңыз, сол жағын басып, сосын оң жағын басасыз. Оң жағынан басқаннан кейін мына жерде осындай жазу тұр. Басасыздар. Міне, бізде жұмыс бастап кетті. Яғни сіздер де тура осылай істесеңіздер болады. Яғни мынау бөлім мынаны аяғына барғанда тоқтайды. Мынаны қоятын болсаңыздар, бұл ешқандай үзіліссіз істей береді. Бірінен кейін бірі, бірінен кейін бірі. Міне. Мына жерде мынау жылдамдығы. Қазір міне. 2-ге қояйын. 2 есе жылдамдық. Мынау 2-ден 1 жарты жылдамдық азайтады. Өз жылдамдығын артқа шегінеміз. Бітті. Міне біздің сағаттың сызбасы. Енді осыны мынадай қылып қалай жасаймыз? Міне. Тура осындай қалай істейміз? Енді ана біз сызған сызба бөлімін алып келейік. Мына жерде тұр. Осыны ең әуелі бірінші біз сақтап аламыз. Қайда сақтауды басамыз? Сохранить как деген бөлімді. Басқаннан кейін сіз қай жерге қандай да есімін жазыңыз. Мына жерге міне жаңадан файл ашайын мен. Сабақ үшін деп жазайын. YouTube үшін, сабақ үшін. Осылай жаздым. Мына жерде осылай тұра берсін. Сохранить деп бастым. Сызбамыз сақталды. Енді бұны біз ашып аламыз. Ашылған күйде болсын. Басамыз. Тура орысша версиясында да тура осындай рет тәртібі бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші деп істесеңіз болады. Осылай алып келдік. Міне. Енді жанындағы кішкентай белгіні басамыз. Мышканың сол жағын басып, мына жерден сызба нұсқасын істеу дейді. Мына жерден сіз A0, A1, A2, A3, A4 форматында істесеңіз болады. A4, A4. Бізде A2 формат, A3 пен істейін мен қазір. Окей деп бастым. Қазір қараңыздар, мына жерде біздің сызбалымыздың
әртүрлі нұсқалары тұр. Бірінші, біз үстін қояйық мына жерге. Міне. Сосын осылай жаны деген сияқты әртүрлі нұсқада қойсақ болады. Міне. Үстін жанынан қарағанда, мына қырынан қарағанда. Окей деп бастым, міне. Бізде сызбамыздың негізгі сұлбасы дай. Қараңыздар, міне. Енді бұны тура осылай деп қойсаңыздар болады. Бұл сіздерге сәл кішілік етіп тұратын болса, кішкентай көрініп тұратын болса, не істейсіздер? Ең масштаб деген жазу бұл. Масштабты сіз ұлғайтасыз. Соңғы саны қаншалықты кіші болады, соншалықты ұлғайып. Мен мына жерге 2 деп жаздым. Қазір 1-дің 2-ге қатынасы. Міне. Сызба ұлғайды. Окей деп бастым. Сызбамыз бұл жерге дайын болып орналасты. Енді мына сызбалар маған өлшем жазу керек болады деп. Яғни мынаның масштабын ұлғайтсаңыз болады. Міне. Масштабын мен қазір 1-дің 4-ге қатынасы деп жаздым. Кішірек болса 1-дің 3-ге қатынасы деп жаздыңыз. Міне. Окей деп бастым. Осылай істесеңіздер болады, міне. Енді мына жерге негізгі толық сызбасын қояйын. Ол үшін қарай өттім. Мынаны 2 рет бассаңыздар болады. Мышканың екінші бөлімін 2 бассаңыздар болады. Мынаны бастым. Тура осыны басынан аяқ таңдасаңыздар болады осылай. Я болмаса мышканың сол жағын 2 рет бассаңыз. 2 рет бастық. Мына бөлімді таңдадық. Бізде мынау қазір шашылған нұсқасында көрсетіп тұр. Енді бұл мынаны баспасаңыз болады. Көрдіңіз? Содан кейін мына жерден мынаны басын. Тура осылай. Біздің сызбамыз сізге түсінікті көрінді деп ойлаймын. Окей деп бастық. Я болмаса бұл кіші дейтін болсаңыз, масштабын мына жерден ұлғайтсаңыз. 1-дің 1-ге қатынасы дедік. Тым үлкен болып кетті. 1-дің 3-ге қатынасы дейік. Енді мына жерге біз кестені қалай жасаймыз? Кестені қондыру үшін бізге ең әуелі мына бөлімге өтеміз. Сізде қазір қараңыздар, міне мына жер басамыз, мына 3-ші тұрған. Сіздерде бұл орысша болса, ағылшынша керек емес деп ойлаймын. Осылай басасыздар. Және окей деп басыңыз. Мына жерде міне пайда болды. Міне мына өзім жазып қойған нәрсе. Сағат сырты мынадан 1 дана. Қазір қараңыздар, мына жерге мен автомат түрде мына жердегі номерлейтін болады. 7 түрлі номерге. Мынаны басамыз. Ол үшін мынаны бассақ 7 түрлі өзі номерлеп шығады. Қазір қараңыздар, міне. 7-шісі болт. Міне 7 бекітпе темір. Бұл 6-шы болып тұр. Міне 6-шы. Ал болттан 2 дана, мынадан 1 дана деген сияқты сізге көрсетіп тұр. Сағат тілінен 1 дана. Тура осы сияқты. Я болмаса сіз орналастыру жайсыз болатын болса, өзіңіз жеке-жеке істесеңіз. 5-ші сағат тілі. Осылай. Міне. Осылай орналастыру
басырсаңыз болады. Назар коюп көргөндөрүңүзгө рахмет. Алла істеріңізге берекет берсін.